Баршаңызға сәлем достар, каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздерге өте дәмді түрік халқының пиццасы пиденің жасалу жолын ұсынамын. Жасалу жолы өте оңай, ерекше тағамның бірі. Сіздер де жасап көріңіздер, ұнайтынына сенімдімін. Видеоны соңына дейін қарап, каналыма тіркеліп, лайк басуды ұмытпаңыздар. Бізге керекті заттардың барлығын видеоның астына описанияға қалдырамын. Ең алдымен ыдысқа жылы суды құямыз, тұзды саламыз. Сонан соң ашытқыны саламыз, сұйық майды құямыз. Барлығын жақсылап араластырамыз. Достар, менің каналымда жылдам дайын болатын пиццаны жасалу жолдары бар, қарап көріңіздер. Сонан соң ұнды аз-аздан сала отырып, қолға жабыспайтын жұмсақ қамыр илейміз. Ұнды електен өткізуді ұмытпаймыз. Мен алдын ала ұнды електен өткізіп дайындап алдым. Бастапқы кезде силиконды лопатамен араластырамын, ары қарай қолмен илеймін. Пидені сіздерге де жасап көруге кеңес беремін, өте дәмді, ерекше болып шығады. Дайын болған қамырдың бетін жауып, бөлме температурасында 1 сағатқа қоямыз. Қамыры дайын болғанша әзірге салмасын дайындайтын боламыз. Бізге салмасына тәтті бұрыш, қызанақ, сарымсақ және пияз керек болады. Барлығын ұсақтап тураймыз, немесе блендерден өткізіп аламыз. Мінекей ұсақтап дайындап алдым. Енді барлығын тартылған етке қосамыз. Дәміне қарай тұз қосамыз. Қара бұрыш қосамыз. Және қызыл бұрыш қосамыз. Барлығын жақсылап араластырамыз. Мінекей пиденің салмасын дайындап алдым. Ендігі кезекте дайын тұрған қамырды алып 4 бөлікке бөлеміз. Үстелдің үстіне аздап ұн себеміз. Қамырды қаласаңыз 2 бөлікке немесе мен сияқты 4 бөлікке бөлсеңіз де болады. Достар, менің каналыма тіркелмеген болсаңыздар, тіркеліп қойыңыздар. Алда бұйырса көптеген тағамдардың жасалу жолдарын салатын боламын. Қамырларды видеодағыдай дөңгелектеп шығамыз. Қамырды жайғанға ыңғайлы болады. Қамырлардың бетін жабуды ұмытпаймыз. Енді қамырдың біреуін алып, аздап ұн себеміз. Оқтаудың көмегімен видеодағыдай сопақша етіп жаямыз. Дайын болған қамырды формаға пергамент қағазын төсеп орналастырамыз. Сонан соң дайындап қойған салманы 4 бөлікке бөлеміз. Bir бөлігін қамырдың үстіне саламыз. Видеода көрсетілгендей салманың барлығын жайып шығамыз. Қасықпен немесе силиконды лопатамен жайып шығамыз. Ендігі кезекте видеода көрсетілгендей қамырдың шетін өріп шығамыз. Қалған қамырларды да осы әдіспен қайталап шығамыз. Алдын ала қызып тұрған пеште 180 градуста 30-35 минуттай пісіріп аламыз. Мінекей достар, пиде тағамы дайын. Өте дәмді, ерекше болып шығады. Менің отбасыма өте қатты ұнады. Сіздерге де ұнайтынына сенімдімін. Осы видео ұнаса достар, каналыма тіркеліп, лайк басуды ұмытпаңыздар. Сіздермен болған Ақшолпан.